Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен жұмыртқасыз сап-сары осылай бір-біріне жабыспай дана-дана болып пісетін еттің қамырының құпиясымен бөлісетін боламын. Ол үшін илейтін ұныңыздың көлеміне қарай су құйып аласыз ыдысқа және дәміне қарай тұз салып, 1-1,5 қасық куркума қосып, осы суымызбен жақсылап қамыр басатын боламыз. Куркуманың құрамында ешқандай краситель, химиялық зат жоқ, сондықтан қорықпай пайдалана беруіңізге болады. Тынып тұрған қамырымызды енді жақсылап жаятын боламыз. Нанымыздың көлемі ұлғайғаннан кейін осылай оқтауға орап, жақсылап жаямыз. Онда да мұқият, ортасына мықты күш салмай жаю керек, себебі ортасы жұқарып кетеді. Бізде осындай дөңгелек, сап-сары, теп-тегіс нан шықты. Енді кесіп пайдалана беруімізге болады. Кескенде де нанымыз езілмей, дана-дана болып шығу үшін мықты үлкен емес, орташа көлемде кесіп алуымыз керек. Шелпектеріміз дайын, морозильникке қатыруларыңызға да болады. Енді шелпектерімізді қайнап тұрған сорпаға салып, жақсылап қайнатамыз. 6-7 минут қайната алсаңыз жеткілікті, наныңыз пісіп, жұмсақ болып шығады. Міне видеодан көріп тұрғандарыңыздай нанымыздың түсі сап-сары, әдемі болып тұр, иә. Мінеке қараңыздар, бір-біріне жабыспай, дана-дана әдемі пісіп жатыр. Нанымыз дайын, пісті. Сіздер де міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Дүкеннің жаймасына қарағанда осы нанды жасап көрсеңіздер, бір рет жасасаңыздар, келесіде міндетті түрде жасайтын боласыздар. Видеом ұнаса, менің YouTube каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыз.